Атым Әсел Асанова, Ұлытау облысы Жезқазған қаласындағы Білім инновация лицейінің ағылшын тілі мұғалімімін. Алғашқы мамандығым банкс. Мамандықтың өзіме жүрегіме жақын емес екендігін түсініп, осы ұстаздыққа келген жайым бар. Болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияның Саутгемптон қаласында магистратура тәмамдап келдім. Атырау, Орал, Алматы сияқты қалаларда еңбек етіп келемін. Мұғалімдік жолымда тек қана ұл балалармен жұмыс істеп келген екенмін. Оқушылардың барлығы мен үшін тұнып тұрған талант. Әрқайсысында жатқан бір әлем бар. Потенциалы өте жоғары әрқайсысының. Ұстазға қалғаны оны тек қана ашу, баламен етене жақын жұмыс істей алу, оның ертеңгі күндегі қандай тұлға бола алатындығын елестете алу. Мұғалімнің тек сөзде ғана емес, іс жүзінде мұғалім бола алуы, ұстаз бола алуы. Олимпиада қозғалысы 2016 жылдан бері осы олимпиадада балаларды жинап, олармен жұмыс жасап, белгілі бір дәрежеге, жетістіктерге жеткен жағдайымыз бар. Балаларды олимпиадаға баулудың ең үлкен бір плюсы, ең үлкен өзіме ұнайтын жері, ол балаларды заманауи білім беру, оларға бәсекеге қабілетті адам тұлға етіп шығару. Өзінің оқушыларымның арасында атап айтатын өте көп қатты есте қалатын оқушыларымның бірі 2017-2018 жылдары істеген Ятаров Расул республикалық ән олимпиадасында ағылшын тілі бойынша бірнеше жыл қатарынан қола және күміс медальдар иегері болған. Тұрарбек Қадырғазиев республикалық ғылыми жоба жарысында күміс медальға Орал қаласында жұмыс істеп оқушылармен. Бағдашев Алихан есімді өте талантты оқушым республикалық кезеңде 9 сынып бола тұра 10 сыныптардың арасында қола медальға биыл 2 жыл Жезқазған білім инновация лицейінде қызмет атқарып келемін. Былтыр ғана Нұрмұхамед Сапар есімді оқушым, ол да республикалық додадан қола медаліне ие болды. Биылғы мақсатымыз алтын медаль иегері болу. Олимпиада өте күрделі процесс. Бір күнде бола салатын сиқырлы бір құбылыс емес. Оның артында үлкен еңбек, жылдар бойы қалыптастырған жүйелі тәртіп, үздіксіз даму жатыр. Мысалы, біздің мектепте қалай олимпиадаға дайындық жүреді. Бір оқушы әр күн сайын күнделікті негізде сабақтан кейін сағат 4:30 мен 6 арасында отырып, осы өзіне берілген, бір жылға берілген кітаптарын оқып, оларды талдап, олар бойынша тесттер жасап, біз олимпиадаға қалай дайындаймыз? Теориямен шектеліп қалған дұрыс болмайды. Бала шын мәнінде өте талантты болуы мүмкін. Оның теорияға, грамматиканы немесе сөздік қоры өте керемет болуы мүмкін, бірақ та практикада оны іске асыру үшін немесе қажетті мезгілде сол жарыстың кезеңінде өзіне сенімділігін арттыру үшін бізге өте жақсы көмектесетін дебат қозғалысы. Дебатты ойнаған кез келген оқушы міндетті түрде өзіне сенімділікпен қатар оның сыни ойлауы мен креативті ойлауы өте жақсы деңгейге жетеді. Психологиялық тұрғыдан баланы өмірге де, кез келген сайыстарға да өте оңай қарауына және де кез келген жағдайларда өзін алып шығуға көмектесетін бірден бір құрал екеніне көзіміз жетті. 8-9 сыныптарынан бастап олимпиадаға өте үлкен мән бере бастаймыз. Сол сыныптардың әрқайсының деңгейлерге бөлінген кітаптары бар. Мысалы, 9 сыныпта бітіруі тиіс 4-5 міндеттелген кітабы бар. Біздің пайдаланатын әдебиеттеріміз ол әрине шетелдік баспаларда шығатын, әсіресе Кембридж және Оксфорд баспаларынан шыққан IELTS типтес халықаралық тесттер негізінде жасалған кітаптар. Ол тесттардың қандай жиі жасалатын қателері бар, сонымен жұмыс істеу керек. Ең соңғы айтып кететін жағдай, ол қандай да керемет кітаптарыңыз болса да, немесе жүйеңіз отырса да,
ең бірінші оқушыға керегі ол сізден берілетін мотивация және де сіз беретін үлгі. Өзіңізді мұғалім ретінде үздіксіз дамытып отырмасаңыз, айтқан сөзіңіз да берген ақыл кеңесіңіз іске аспай қалуы мүмкін. Мұғалім ретінде бірінші кезекте өзімді түрлі республикалық, облыстық, мүмкін болған барлық халықаралық жарыстарда сынап өзімді үнемі дамытып отыруға тырысамын.